Баршаңызға сәлем қыздар, мен бүгін сіздермен өте оңай әрі үш қана ингредиентті қажет ететін фунчоза салатының рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен ыдысымызға суымызды құйып, бетін жауып, газге қайнағанша қоямыз. Суымыз қайнады, ішіне енді фунчозамызды салатын боламыз. Мен осында 400 граммдық фунчозаның жартысын қолданамын. Осы жартысының өзінен көбірек салат шығады. Сіздер өз қалауларыңызша жартысын немесе барлығын қолдансаңыздар да болады. Фунчозамызды 10 минут пісіріп аламыз. Піскеннен кейін басқа бір ыдысқа сүзіп аламыз. Піскен фунчозамызды салқын суға салып алсаңыздар да болады. Мен бірақ өзім олай салқын суға салып алмаймын. Фунчоза суығанға дейін ішіне керекті заттарымызды дайындап аламыз. Ең алдымен қиярымызды жіңішке етіп тураймыз. Сосын сәбізімізді осындай үккіштен өткізіп аламыз. Сәбізді үккіштен өткізіп болғаннан кейін чим-чим деп аталатын осындай фунчозаға арналған заправкамызды құйып, барлығын араластырамыз. Мен осы заправканың тек жартысын ғана қолданамын. Сіздер барлығын қолдансаңыздар да болады. Мен осы заправканың жартысын ғана қолданғандықтан дәміне қарай тұз қосып жіберемін. Ал сіздер барлығын қолданатын болсаңыздар, тұз қосудың қажеті жоқ. Бұның барлығын қолдансаңыздар, бір өзінің қышқылдау дәмі шығып тұрады, сондықтан жартысын қолданғанға кеңес беремін. Міне осымен біздің етсіз фунчоза салатымыз дайын. Жасап көріңіздер. Өте оңай әрі тез дайындалады. Барлықтарыңызға ас болсын.